Ассалаумағалейкум қазақ халқы, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін терме өтеміз. Терменің аты бізде мұнда жазылып тұрген жолбарыс пен жайын деп аталады. Жолбарыс пен жайын. Бұл жайлы бізге бір біздің көрерменіміз жіберген сілтемесін. Соған бүгін видеоурок жасаймыз. Қазір сабағымызды бастаймыз. Сабақ бастамас бұрын каналыма тіркеліп өтіңіздер. Астында қызыл кнопка бар, подписаться деген. Соны басып кетіңіздер. Ешқандай қиындық туғызбайды. Сосын бір пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Міндетті түрде домбыра үйренем деушілерге мына термені жіберіп қойыңыздар. Өте жақсы терме. Үйреніп алсаңыздар, кез келген той жиында айтуға болады. Кеттік. Қараңыздар. Бірінші басындағысы қағысын бастайын. Ол бірінші вступление дейді ғой, орысша айтқанда, кіріспесі. Кез келген термеде ән айтқанда басында өзінің бір кіріспесі болады. Бұның кіріспесі мынадай екен, қағысы. Сосын ары қарай кетеді. Осындай бір терме, бұл жай ғана терме емес, сонымен қатар аңыз, яғни бір болған оқиғаны домбыра арқылы айтып беріп жатыр. Және бүкіл куплеттерінде осы әуен кете береді. Толық басынан бастап біз толығын жаңағындай осы әуенді үйренеміз бүгін сабақта. Сосын қалған куплетке сол әуенді қолдансаңыз болады. Ең басындағы кіріспесін көрсетейін міне. Жаңағы көрсеттім бас кезіне. Төмен жоғарыға басты бас кезіне. Бірақ екеуі де шапшаң орындалады. Төмен жоғары тез. Сосын төмен екі рет. Екінші, төмен екі рет қаққанда, соның соңғысында мынаны жабастыр үстіңгі бірінші пернені. Міне ұстап тұрмын бірінші пернені. Қараңыздар міне. Міне жабылады соңғысында. Сонда төмен жоғары, төмен. Соңғы төменінде мынау жабылу керек. Онда қосқанда былай болады. Осылай жасайсыздар, 3 рет, 4 рет жасасаңыздар болады. Жалпы термеге кіріспе ретінде әр адам өзі біледі қанша ойнаса да. Мысалы, басында деп бесконечно ойнай беруге болады. 10 рет, 20 рет өз-өзіңді былай дайындап алу үшін термеге. Болмасаң, бірден кірісіп кетуге болады. Жаңағындай 3 рет ойнап деп әрі қарай әнді айтып кетуге болады. Мен бұны жай көрсетіп жатырмын. Бас кезінде осы жерін кім қалай ойнағысы келеді, кім қаншаға созғысы келеді, солай созып ойнай береді. Енді бірінші куплет қалай кетеді екен? Күннің көзі күйдірсе де деген сөз бар екен. Күннің көзі күйдірсе де деген сөздер кетеді екен. Енді қараңыздар, қалай кетеді? Бұған бірінші қағысы, бірінші куплеттің терменің бірінші сөзі, күннің көзі күйдірсе де деген сөзі, бұған бірінші пернені баса үстің ашық болады. Төмен, екіні параллельно ұстаймыз, астына екінші саусақ үстінен бас бармақ. Төмен, қосамыз екеуін. 4-ке параллельно бастыр, 4 төмен болады. Сосын 6-ға параллельно. Оған жоғары болады қағыс. Енді қосқанда қараңыздар. Қостық. Одан кейін әрі қарай астыңғы 4-ті қосасыздар. Бұлай ойнаған оңғай негізі, бұлай ойнаған ыңғайлырақ. Қараңыздар. Бұлай ойнадық бас кезін, одан кейін асты 4-ті ойнайсыздар. Төртке төмен қағыздар, 6-ға жоғары. Үстін көріп түсіздер, 6-да тұр. Бірақ 4 пен 6-ға, екеуіні 4-тен 6-ға көшкенде шапшаң бар көрік. Міне шапшаң, тезірек. Сосын бағанағы бас кезіндегі қағыз сол ойналады. Бұнда қараңыздар, лига бар. Яғни
төмен жоғары шапшаң қағылады бас кезінде шақты, сосын 2 рет тағы төмен бар ғой. Соны қаққаннан кейін үстіңгі мына 7-ші пернені ұрып қаласыздар. Бұл бізде лигамен барады. Лига деп айттым мен сіздерге. Лига деген не нәрсе? Лига деген яғни қаққаннан кейін тағы бір дыбыс беру. Бір болмаса бірнеше дыбыс беру. Бұған қағыс жоқ, бірақ за счет алдындағы қағысқа бұл мына 3-ші, 4-ші қағыстар пайда болады. Сонда қараңыздар. Міне көрдіңіз бе? Осылай өшіргенде күннің көзі күйдірсе де деп созады ғой. Күннің көзі күйдірсе де деп созып тұра береді. Сонда сіздің созғаныңызға байланысты. Егер сіз көп созатын болсаңыз, онда мынаны естественно көп жасайсыз. Деп осылай 4 рет жасасаңыз болады. Негізі 4 рет жасап көрейік. Әрі қарай на деген сөзі мен сөзін білмеймін. Өйткені бұл әнді термені естіген жоқпын алдында. Маған осы сілтемесін жібергеннен кейін тыңдап көрдім 1-2 рет. Сосын жаңағыдай үйреніп алғаннан кейін сіздерге үйретіп отырмын. Бірақ әнді айтып көрген де емеспін. Жалпы сөзі бәрі жақсы, мағынасы күшті екен. Бірақ жаттап үлгермедік. Оны жаттайтын уақытта жоқ бізде. Жай ғана ыммен әуен жаттап алғаннан кейін сіздерге ыңылдап көрсетемін. Сөзін өзіңіз қарап жаттап айтасыздар кейін. Әрі қарай жаңа деп ойнадық. Әрі қарай бұл қалай? На деген жері. Бұл 2-ші жолы жері. Бірінші алтыны параллельно ұстайсыздар, төмен жоғары кетеді. Сосын астынан 9, сосын 8-ге жоғары. 9-ға төмен, 8-ге жоғары қосасыздар. Сосын қайрадан осы 8-ден бастаймыз келесі қағысты. Бұған төмен бастаймыз қағысты. Енді төмен қаққаннан кейін, сосын 6-ға жоғары, қайрадан сосын төмен болады. Сонда барлығын қосқанда мынандай шығады екен. Бұл бізде 2-ші жолы шықты деп айтуға болады. Сонда қосқанда қараңыздар. Осы әуен шығып тұр. На-на-най-на-на-на-на. Келесі әуені на-на-най-на-на-на-на деп кетеді. На-на-най-на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  деп кетеді. Бұл жаңағы 2-ші жол мен 4-ші жолдың жалғасып кеткені. Негізі отдельно айтуға, бірақ жалғасып кетіп қосып жатыр екен әнді. Қараңыздар. Осындай жер. Енді осының барлығын қазір көрсетем. Бастайсыздар. Бағана біріншісін 2-ші жолындағы мынау көзін түсіндірдім, е? Бұлай болды, әрі қарай кеттік, қараңыздар. Келесі мына кезден басталады. 8-ші пернеден 8 төмен 9 жоғары. Қағыс 8-9, төмен жоғары. Үсті 6-да тұр міне. Үсті 6-да тұр. 8-9. Әрі қарай 9-8 керісінше. 8-9 төмен жоғары. Әрі қарай 9-8 дәл солай төмен жоғары. Әрі қарай 8-6 болады. 8 төмен, 6 жоғары. Кейін 6-ға келдік қой. Енді осы жерге дейін бекітіп көрейік қане. 8-9, 9-8, 8-6. Кейін 6-дан бастайсыздар. Сол параллельно бірге ұстайсыздар екеуін. 4-ке параллельдік жолмен барамыз. Бардық. Бұған да жаңағыдай төмен 6 болады, 4 жоғары болады. Әрі қарай 4 төмен болады, сосын 2 жоғары. Енді осы жерге дейін біз қосып көрейік. Істедік. Әрі қарай мынандай жері бар, қалып қойды енді. Осылар барған дұрыс, өйткені келесі тағы сондай әуен басталады осы жерден. Болады. Астынан 2, үстінен 4 ұстайсыздар. Бағанағы
осы жерге тағы бекітіп көрсетейін да түсінбей қалмас үшін. Бұл бізді жалғастырып жатырмыз жаңағын. Міне тағы көрсетем. Осы жерге дейін ойнадық, Ары қарай кетеді. 2 төмен жоғары қағылады. Кейін 4 ұстайсың. Төмен 6 жоғары. Міне астынан 2 үстінен 4 бұл. Төмен жоғары кетеді. Қағыс тағы да көрсетемін. Сосын параллельно 4. Төмен 6 жоғары. Енді мынау өзін осы жерге қосайық жаңа бәрін бірге. Мынау кезде қараңыздар, соңында біткен кезде осы бітті қой. Тағы да төмен жоғары бар екен. Мен оны жаңа ұмытып кеттім қосуға. Соңында қараңыздар. Бұлай болады. Осылай істейсіздер. Сосын келесі деп бағанағы үйренген жеріміз. Әрі қарай бағанағы екінші жолын ойнадық қой. Сол жер тағы ойналады. Бұны мен көрсетпей қойын. Бұл екінші жолдағы жер. Әрі қарай тағы да бағана үшінші жолы кетті ғой. Соның басындағысы ойналады. Бірақ мына өзі соңында өзгеріс бар. Сол үшін де қазір мына өзін тағы көрсетіп жүрем. Дәл солай үшінші жолын ойнағандай ойнаймыз. 8 9 9 8 8 6 6 4 қағаз көріп тұрсыздар, Мен көрсетпей жатырмын, өйткені біздің бағана оны үйрендік, Әрі қарай 2, сосын 4. Бұлай істейміз енді, қараңыздар. 2-ні 4. Дәл солай барасыздар. 4 2-ге барасыздар. Осылай істейсіздер. 4-ті төмен, 2-ге жоғары. Сосын сол 2-де тұрғанда тағы да төмен жоғары қағамыз. Осылай. Осылай. Қосқанда. Мына көзден баса қосқанда. Әрі қарай, бүтуге шамалы қалды. Бұлай болады. Ол үшін төмен болады, астыңғы екінші перне, үсті 4. Сосын 4-ке параллельно ұстайсыздар, астынан 4 барады. Жоғары кетеді, жоғары, сосын қайраны 4-тен төмен қағастыр, сосын 2-ге жоғары барастыр. Бұл шағында кезек-кезеге 2 4 4 2 қағыстар сол, Сосын асты 1-ге барады. Бағанағы бас кезіндегі кіріспе қағысы ойналады. Осымен бітті. Міне біздің термеміз аяқталды. Және осы біткеннен кейін жаңағы кіріспе ойнамасыздар. Осының кіріспен тағы ойнайсыздар да жаңағы келгес куплеттерді осылай осы жүйемен жүре береді. Енді басынан бастап тағы да мен көрсетіп шығайын, қараңыздар. Күннің көзі на деп жаңа бас кезінде сөзін есіме түсіріп едім, ұмытып қалыптым. Қараңыздар біле. Басы, кіріспесімен көрсейік сразу. Көрдіңіздер, мен көп созып кеттім. Демек, бұл менің тактикам, терме бастамас бұрын кішкене көбірек ойнап тұру. Одан кейін көрсеттім, Сосын осылай оңай жалпы бір аяғына дейін осы бейнені көріп шықсаңыздар, міндетті түрде үйреніп аласыздар. Ең бастысы ерінбей, басынан бастап қарап шығу. Жақсы достар, осымен самақ аяқталды. Бүгінгі бейнеміз
мәресіне жетті. Бүгінгі бейнеде осы толық осы термеге арнайын деп шештім. Келесі сабақта аман есен кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, және домбыра үйренем деушілерге міндетті түрде WhatsApp группаларға бөлісіп қойыңыздар. Ассаламу алейкум.